Балақай, бүгінгі тыңдайтын ертегі бір өгіз. Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Сол сиырдың сүті олардың қорегі екен. Сондықтан сиырдың бұзауы сүтке жарымай өліп қала беріпті. Жылдар өтеді, шал мен кемпір қартая түседі, ал бұзаулардың барлығы өле береді. Қой болмас, дейді бір күні шал кемпіріне. Бір жылғы сүтін алмайық, сиырды саумай-ақ қойшы, бұзауы өссін. Жарайды, деп кемпірі келсе кетеді. 3 күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да сиырды саумай, барлық сүтті бұзауына береді. Енесінің сүтін еміп өскен бұзау үлкен өгіз болады. Келе-келе ол өзінің семіздігіне мастанады. Оған мынадай ой келеді: осындай зор денемен сиырдың арасында жайыламын ба? Жоқ, бұл лайықсыз, түйелерге қосылайын, дейді. Сөйтіп, ол түйелерге қосылады. Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша ақ түйе болуға тырысады. Солардың жеген шөбін жейді, олармен шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып шыдай алмай, жылқыларға барайын. Түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар, деп ұйғарады. Сөйтіп жылқыға қосылады, бірақ бұл жолы да жайлы тимейді. Солардың санатынан қалмай, шауып жүремін деп титығы құриды. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Бұл ілесе алмай айдалада қалады. Бақытына қарай қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын естіп, жолдасын мүйіздерімен қорғап қасқырдан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. Өз тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен, депті ол жасын сүртіп тұрып. Өгіздің бұл сөзі бұзауларға тәлім болыпты.